өкшесін тоқып бастаймыз. Шұлықтың ішкі жағы бұл, яғни қарама-қарсы тоққан кезде бір келгі теріс тоқып шығамыз. Ешқандай өзгеріссіз. Өкшесінде бір ілмекті тоқып, бір ілмекті тоқымай, тек сырт жағында ғана сондай өрнек тоқитын боламыз. Ол біраз өкшені мықтырақ қылуына, қалыңырақ қылып өкшені біраз ұзақ киіс беруіне жағдай жасайды. Олай тоқу. Енді мінекей осы жерде тоқып бастаймыз. Бірінші ілмекті алдық, келесі ілмекті тоқимыз. Енді жібіміз өзіміз жақта. Келесі ілмегімізді арғы жақ қабырғасынан тоқымай бізімізге іліп аламыз жай ғана. Жібімізді бер жағында қалдырамыз. Келесі ілмекті тағы да тоқимыз. Келесі ілмекке тағы да жібімізді бер жағына шығарамыз да, келесі ілмекті тоқымай бізімізге жай ғана өткізіп іліп аламыз. Келесі ілмек тоқылады. Одан кейінгі ілмек тоқылмай ілініп алынады. Мінекей осылай кезектестіріп, соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей соңына дейін тоқып шығамыз да, міне соңындағысын теріс қылып тоқимыз. Енді жұмысымызды бұрамыз. Өкшенің астар жағынан, яғни ішкі жағынан ешқандай өзгеріссіз жаңағы тоқып алғандарды да, жай тоқымай іліп алғандарды да барлығын қалдырмай бір тегіс теріс қылып тоқып шығамыз. Барлығын теріс қылып тоқимыз. Мінекей соңына жеттік. Енді осы жерде бірінші ілмек тоқылмайды. Енді қараңыздар, біз алдыңғы қатарда тоқылғандарды ауыстырамыз. Енді тоқылғандарды тоқымай іліп аламыз да. Алдыңғы қатарда міне жібі бер жағына шығып көрініп тұр, өзіне белгілі. Осыны тоқымаған ілмегімізді енді осы қатарда тоқимыз. Ауыстырамыз, шахмат тәріздес болады сонда. Мынау тоқылған, міне бұны тоқымай іліп аламыз. Мынау тоқылмаған болады, мінекей жібі бер жағында қалған көрініп тұрады. Осыған да мән беріп қараймыз. Енді осылай ауыстырып шахмат тәріздес осылай тоқып шығамыз. Соңына дейін жеткізіп тоқимыз. Мінекей. Енді ішкі жағынан ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз, теріс қылып. Мінекей. Теріс қылып барлығын біркелкі 18 ілмегімізді тоқып шығамыз. Қалдырмай барлығын терісінен тоқып шығамыз. Енді қыздар, мен жалпы тоқылу әдісін көрсеттім өкшенің. Тағы да енді қайтадан орнын ауыстырасыздар. Мінекей мына жерде бірінші ілмекті тоқымай аласыздар. Одан кейінгі мына жерде міне көрініп тұр. Алдыңғы қатарда бұны тоқымай іліп алдыңыздар. Жіпті бер жағына қалдырыңыздар да. Бұны енді тоқисыздар. Келесі міне тоқылған, бұны тоқымай ілесіздер. Осылай ауыстырып шахмат тәріздес тоқисыздар. Енді бұл қаншалықты ұзындықта тоқу керекпін деген сұраққа, мына жерде 9-дан ілмек бар. Енді бұның ұзындығында да шетінен қараған кезде мінекей өрімдер болады. Анық көрініп тұр. Бұл жерде міне 1, 2, 3 өрім міне түсіп тұр, тоқылды. Осы өрімдердің саны 9 болғанға дейін өкшенің ұзындығын тура осы шахмат тәріздес етіп мен көрсеткен әдіспен тоқып шығасыздар. Мен уақыт алмай өз еркімен тоқитын боламын, сіздер өз еріктеріңізбен тоқи аласыздар деген ойдамын. Шетіндегі өрімдері саны 9 болғанға дейін. Одан кейін өкшенің ұзындығын тоқып болғаннан кейін қайтадан қосылып, өкшені дөңгелетіп тоқуды көрсететін боламын. Мінекей 9 қатар тоқылды. 9 қатар болғанда жалпы 18 қатар, ал шетіндегі өрімдері мінекей 9 болды. Енді
кезекте бізде өкшесі дөңгеленіп шығуы керек. Ол үшін біз осы тоқыған ілмектерімізді 3-ке бөлеміз. 18-ді 3-ке бөлеміз, 6-дан болады. Санаймыз: 2, 3, 4, 5, 6. Екінші бөлігі 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншы мен үшінші бөліктің алтыншысы екеуі бірге тоқылады. Алтыншы. Бесеу қалды үшінші бөлігінде. Енді оның бір ілмегін екеуін қосып тоққан ілмектен кейін біреуін жай тоқисыздар. Енді жұмысты бұрамыз. Бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Келесі қайтадан санаймыз: 6 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншы ілмек пен мына жақтағы алтыншы ілмек екеуі бірге тоқылады терісінен. 5 ілмек қалды. Тағы да бұл жақта бір ілмекті соңынан жай тоқимыз теріс қылып. Қайтадан жұмысымызды оң жағынан тоқимыз. Ендігі тоқылуы оңай болады, өйткені мына жерде екеуінің ара қашықтығы міне. Бірге тоқитын ілмектердің арасында осындай өзі белгілі ара қашықтық сақталып тұрады. Сол екеуін бірге тоқып отырасыздар осылай. Шұлықтың өң жағынан оң тоқисыздар, міне екеуін бірге. Соңынан бір ілмекті жай тоқисыздар оң қылып. Жұмысымызды бұрамыз. Ал шұлықтың астар жағы, яғни ішкі жағынан тоқыған кезде соңғы бірге тоқитын мінекей соңынан өзі көрініп тұрады. 2 ілмегімізді екеуін терісінен бірге тоқисыздар. Соңынан бір ілмекті тағы да теріс тоқисыздар. Бұл жерде бір жіп қалыпты, ішіне қарай өткізіп жіберейін. Мінекей бір ілмекті теріс тоқыдық. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да 2 ілмек бірге тоқылады. Соңғы ілмек артынан тағы біреу тоқылады. Мінекей бізде өкшесі дайын болып қалды. Осы қатарды ғана тоқимыз, сосын келесі мінекей 2 ілмек бірге тоқылады терісінен. Соңынан бір ілмек тағы да теріс тоқылады. Сонымен бізде өкшесі тоқылып болды. Енді қыздар, тағы да мен сіздерге айттым. Мен жолақты жанынан тоқымаймын, өйткені міне белгілі біраз өзгешелік бар, бір саты сияқты, Бұның барлығы бірақ жолғаннан кейін айтқанымдай білінбей қалады. Дегенмен де осы табан жағында қалғанын қалаймын. Ол үшін мен енді қараңыздар, мына жерде үстіңгі жағына қарасаңыздар, қою көк түспен тоқылып тұр, жолақ міне осылай аяқталып тұр. Енді мен ары қарай тоққан кезде ашық көк түспен тоқуым керек. Ол үшін мен және табанында болу керек, ол екеуі қосылатын жері. Яғни мен бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 табанындағы өкшені шығарып болғаннан кейін ілмектерді тағы да 2-ге бөліп аламын. Осы жерде міне қалған жібімді енді осы жерден бастап тоқи беремін. Өкшенің тура ортасынан бастап тартыңқырап тастамаңыздар. Артынан жасырған кезде біраз ұзынырақ болған дұрыс. Тартып алып осылай тоқып бастайсыздар мінекей. Мына жақта 6 ілмек, мына жақта 6 ілмек. 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай мына жерде енді шетінен ілмектерді көтеруіміз керек. Шетіндегі өрімдерден әрбірінен қалдырмай отырып 5, 6, 7, 8,
9, мінекей мына жерде 9 біз осылай тоқыдық. Бірақ дегенмен де мына жерде үлкен тесік қалып қалмауы үшін келесі бізіміздегі ілмектерді тоқымай тұрып, мына төп жағынан жақын тағы да бір ілмекті оң қылып 9 емес 10-шы ілмекті де көтеріп аламыз. Ары қарай жалғастырып тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Келесі. Сытыр-сытыр еткен біздің дыбыстары. Темір болғаннан кейін бір-біріне тиіп дыбыстар шығып жатыр. Ол үшін тағы да кешірім сұраймын. Бірақ сол сылдырлаған дыбыстар маған ұнайды. Кеттік. Енді бұл жақта да тура солай, міне жақын осы жерден бір ілмекті 10-шы ілмекті көтеріп аламыз. Ары қарай жалғастырып барлығын көтере береміз. Сегіз. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жақта да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді не қалған? Бастапқыда қалған 6 немді жібіміз тұр. Осы жерде бұны қимаймыз, өйткені біз тоқуымыз керекпіз. Бұнымен егер де мен сияқты жолақты табан жағында да тұмсығына дейін шұлықтың тоқитын болсаңыздар, онда қимайсыздар. Егер де қонышында ғана осындай жолақтарды тоқып, ал шұлықтың басын бірыңғай біркелкі жіппен тоқитын болсаңыздар, онда мен сияқты көк түсті жіппен жалғастырмайсыздар, тек бір түсті жіппен ары қарай тоқып шығатын боласыздар. Мінекей осы жерде толықтай міне тоқылды. Енді мен жерде мен тағы бір нәрсе сіздерге көрсете кетейін, ұмытып кеттім. Жаңа мына жерде қалған жібіміз міне. Анықтап қарасаңыздар, міне өкшені тоқып болғаннан кейін қалған жіп бар ғой. Соны мына жерде 3 ілмекті тоқығаннан кейін мына жіптен бір айналдырып аласыздар, мінекей. Бір айналдырып аласыздар да қайтадан қалған 3 ілмекті тоқып аласыздар. Міне осыны жаңа көрсетіп сіздерге ұмытып кеттім. Мына жерден өткізіп алмасаңыздар, ол мына жақтан ұзын болып бүйтіп жіп ұзарып ортасынан көрініп тұратын болады. Ал былай 3 ілмектен кейін орап алсаңыздар, ол әдемі жинақы болып тұрады. Барлық екі жағы бірдей болу үшін осылай өткізіп алайық 6 ілмекті. Енді ары қарай тоқып бастаймыз. Не сонда тең бірдей болды. Екі жағы өкшесінде жаңа табанын тоққан кездегі 6 ілмектен 12 ілмек, одан кейін шетінен өрімдерден көтерген екі жақ шетінен 10 ілмектен. Сонда өкшесінде 16 ілмектен болып тұр. Енді біз оны тоқу барысында қысқартатын боламыз. Ол 16 ілмекті 9 үстіңгідегідей 9-9-дан ілмек қалғанға дейін өкшенің екі жақ жанынан шетінен қысқарту жасап отырамыз. Әрбір екінші қатарда солай қысқарту жасап отырамыз. Оны қазір тоқу барысында көрсетемін. Мінекей. Ұмытпаймыз, бұл жолақты біз 3 қатар ғана тоқу керекпіз. Одан кейін жіпті ауыстырамыз. Міне бізде екінші қатары осы түстегі жіпті тоқып жатырмыз, және осы жерде қазір міне мен қысқарту жасаймын. Мінекей. Міне соңынан 3 ілмек қалғанға дейін тоқисыздар да, одан кейін ілмектердің бағытын өзгертіп аласыздар. Екеуін бірдей бергі жақ қабырғасынан оң қылып тоқисыздар. Соңынан қалған ілмекті оң қылып тоқисыз. Ары қарай жалғастырамыз. Үстіңгі ілмектер ешқандай өзгеріссіз сол қалпында тоқыла береді. Мінекей.
тоқылды. Енді мына жақ жанынан да шұлықтың қысқарту болады. Бір ілмекті жай тоқып аламыз. Одан кейінгі екі ілмекті арғы жақ қабырғасынан екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Мінекей оң болып тоқылды. Енді ары қарай оң қылып тоқимыз қалған ілмектерімізді соңына дейін. Ендігі қатарда біз осы қатарда екі жақ шетінен қысқарту жасадық. 15-15-тен ілмектер қалды табан жағында. Енді осы қатарда ешқандай қысқартусыз айналдырып тоқып шығасыздар. Мына жерден қазір өтіп мен осы біздегі ілмектерді тоқып көрсетейін. Мінекей барлығын оңынан мына жерде қысқарту болған. Енді осы қатарда қысқартпайсыздар. Тек қана барлығын айландырып оң қылып тоқисыздар. Қарасаңыздар, жібіміз міне тұр. Жұмыстың басы, міне шұлығымыздың артқы жағы, табаны міне. Әлі сол жұмысымыз тура сол қалпында өзгерген жоқ. Жіптеріміз осы табан жағында ауысып отыратын болады, шатаспаймыз. Мен енді сіздерге өз еркіммен камераны өшіріп қойып тоқитын боламын. Уақытты алмай, барлығы түсінікті, оңай, жеңіл. Тура мен сияқты қайталап тоқитын болсаңыздар егерде, онда осы қатардан кейін айланып тоқ келгеннен кейін келесі жіпті ауыстырамыз. Жіпті айландырып барып ауыстырасыздар. Бастапқыда көрсеттім, білесіздер, ұмытпаңыздар. Одан кейін келесі қатарында басқа түрлі жіппен тоқысаңыздар да, мына жерде қысқарту жасауды ұмытпаңыздар. 3 ілмек қалады. 3 ілмектің екеуін бергі жақ қабырғасынан оң қылып тоқисыздар. Мына жағында да, бұл жағында бергі жақ қабырғасынан емес, 3 ілмек қалады. Онда керісінше қарама-қарсы бірінші ілмекті жай тоқисыздар да, одан кейінгі екі ілмекті арғы жақ қабырғасынан оң қылып тоқисыздар. Одан кейінгі қатарды бір қатарын қысқартпай, бір қатарын қысқартып, табанында 9-9 ілмектен қалғанға дейін солай қысқарту жасап отырып тоқисыздар. Ал жолақтарды өз ретімен 3-3 қатар тоққаннан кейін ауыстырып отырасыздар. Барлығын сақтап отырып, ұқыптылықты қадағалап отырып, өз еріктеріңізбен тоқып шығасыздар. Одан кейін, мен мына жерде түсіндірейін. Міне қарасаңыздар, көрініп тұр. Осындай ұзындықта міне 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 жолаққа дейін менде қысқарту болады екен әлі. Одан кейін, қыздар, ары қарай, өкшедегі қысқартудан кейін, екі жақ шетінен кейін ешқандай қысқартусыз бір келкі барлық жерде 4, бізде де 9-9-дан ілмек болады. Соның барлығын шұлықтың тұмсығын тоқығанға дейін қалаған ұзындықтарыңызда тоқитын боласыздар. Менде мысалы тұмсығын тоқығанға дейін қанша жолақ екенін санайық сіздерге қажет болса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мына жерде 3 қатар тоқылған екен, тұмсығы бекіткенге дейін. Сонда 14 жолақ. 14 жолақ тоқылған менде. Мен тура осылай 14 жолағымды қалаған ұзындығымда тоқимын. Сіздер қалаған ұзындықтарыңызда камераны өшіріп қойып, ары қарай тоқитын боласыздар. Сіздерге тұмсықты бекітетін кезде қайтадан қосылатын боламын. Мен жолақтарды қалаған ұзындықта тоқып шықтым. Алдыңғы сыңарындағы сияқты, мінекей жұмыстың басына келіп тоқтадым. Енді маған жолақ тоқымайтын болғандықтан, мына жердегі жіпті қиып тастаймын, маған кедергі келтірмеу үшін. Енді қараңыздар, дайыннан қараймыз. Мінекей мен мына жерден мына жаққа дейін тоқыдым. Мына жерден қысқарту белгілі, қысқартуға дейін соңғы 3 қатарын тоқыдым осы қою түстен. Енді ары қарай 4 бізіміздің соңында қысқарту болып отырады. Әрбір 4 біздің соңғы 3 ілмегінде қысқарту жасап отырамыз. Бір қатар қысқарту, бір қатар қысқартпай. Ол бұлай. Мінекей ары қарай осы қатарда бізде қысқарту жасаймыз. Мінекей тоқимыз. Соңында 3 ілмек қалғанға дейін оң қылып тоқимыз. Енді бергі жақ қабырғасынан
2 ілмекті бірге тоқимыз. Соңынан 1 ілмек оң тоқылады. Келесі екінші біздімізде де тура солай. Соңынан 3 ілмек қалғанға дейін тоқимыз. 2 ілмек бірге оң тоқылады. 1 ілмек тағы соңынан оң тоқылады. Келесі үшінші біздіміздегі ілмектердің барлығын оң тоқимыз. Соңынан 3 ілмек қалды. 2 ілмектің бергі жақ қабырғасынан оң қылып тоқимыз. Соңынан 1 ілмек оң тоқылады. Соңғы төртінші бізімізде де тура осылай. Соңғы 3 ілмек қалғанға дейін тоқыдық. Енді тағы да тура солай. 2 ілмек бергі қабырғасынан оң болып тоқылды. Соңынан 1 ілмек оң тоқылады. Ендігі келесі қатарда ешқандай қысқартусыз бірыңғай барлығын оң қылып тоқып шығамыз. Қысқарту жасамаймыз. Қатарда енді қысқарту болады. Соңында 3 ілмек қалғанға дейін мінекей тоқыдық. 3 ілмектің екеуін бергі жақ қабырғасынан оң қылып тоқимыз. Соңынан 1 ілмек тоқылады. Тура осылай қайталап тоқи береміз. Неке қыздар, әрбір бізімізде 5-5 ілмектен қалғанға дейін бір қатарында қысқартып, бір қатарында қысқартпай тоқимыз. Мінекей алдыңғы қатарында қысқартылған, не жаңа қысқартпай бір қатар тоқып шықтым. Ендігі екі қатарымызды біз ешқандай қысқартпай тоқымай емес, екі қатарда да қысқартып тоқитын боламыз. Әрбір бізімізде 3-3 ілмектен қалуы керек. Мінекей қазір 4-4 ілмектен қалса, бізде шұлықтың тұмсығын жабуымыз үшін әрбір бізде 3-3 ілмектен болуы керек. Мінекей. Енді бір қатар тоқимыз, сонымен тұмсығын жабуға дайын болады. Екінші бізіміздегі ілмектер. Үшінші бізіміздегі ілмектер. Екеуі бірге. Соңғы төртінші бізіміздегі ілмектер. Мінекей соңғысы. Енді біз бұларды жабу керекпіз. Ол үшін біз қайшымыздың көмегімен жібімізді қиып аламыз. Енді шұлығымызды осылай ішкі жағына қарай, ішінен тоқитын сияқты өзімізге ыңғайлап бұрып аламыз. Жібіміз міне тұр. Енді осы 3 ілмектен бірдей бұл жіпті өткізу керек болады. Мінекей өткіздік. Бізімізді алып қоямыз. Келесі екінші бізіміздегі ілмектердің үшеуінен бірдей жібімізді өткіземіз. Мінекей үшеуінен бірдей өткіземіз.
келесі екінші бізді де аламыз. Үшінші бізіміздегі 3 ілмектен де өткіземіз. Бізді алып қойдық. Соңғы бізіміздегі 3 ілмек өтті. Енді бізде ілмек бізімізбен көмегімен шұлығымыздың ішкі жағына қарай жібімізді тартып өткіземіз. Енді шұлықты аударамыз. Ендігі жұмыстың барлығы іш жағында. Қараңыздар, қандай әдемі, иә? Ішкі жағы да өте әдемі. Неге мен айтқан осындай жіпті өзгерту. Міне өзгертіп тоққан жері сонда табанында қалады. Бұл бір жақ жанында болса, мінекей мына жақ жанында болса, жаңағы мен айтқан біраз 1-2 миллиметр деп айтайықшы, сондай өзгеріс мына жақ жанында болушы еді. Оны мен қаламадым. Барлығы ұқыпты болғанын қалаймын. Сондықтан табанында, үнемі табанында болып қалады, ол ешкім көрмейді де. Неге қатты тартамыз тұмсығын, одан кейін кез келген тұмсығына жақын жерге қатты тартып отырып түйіп аламыз. Тұмсығы домаланып, дөңгелектеніп, тесік болып ашылып кетпеу үшін бұндай түйіншекті бірнеше жеріне осылай мықтап бекітіп аламыз. Одан кейінгі қалған жіпті мінекей мына жердегі ілмектердің арасымен білдіртпей жасыратын боламыз. Мына жіпті де білдіртпей, мінекей біреуін көрсетейін мен мына жерде, міне былай алғанда, бұны да біраз қатты тартып тастамай, қалпында бір қалыпты қылып тартыңқырап түйіп аламыз. Міне бірінші. Өте білінбейді. Ендігі өзін түс сияқты жіптердің арасымен өткізіп отырып, біраз ұзартып, арасынан осылай жасырамыз. Не артығын енді қиып тастаймыз. Мына жақтардағы да солай. Мына өкшесіндегі мен айтқан қалдырып қойғанды ортасынан қиып, бұны да тура солай жіптерді мына жерлерге түйіп алып, бірінші міндетті түрде түйеміз қыздар, өйткені бұл бірнеше рет жуылады, мысалы киіп жүрген кезде сырғып, тарқатылып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жаңа мына жерде көрсеткен сияқты бірінші ақырын түйіп аламыз. Одан кейін барып ілмектердің ортасымен өзі түстес жіптің арасына білдіртпей, байқатпай жасырып тастаймыз. Сонымен мінекей қыздар, артық жіптердің бәрін жасырамыз, қиямыз. Қажет емесін. Сонымен біздің шұлығымыз осылай дайын болды. Мінекей бұл шұлықтың түрімен бүкіл отбасына, анасына, әкесіне, бала шағасына тоқуға болады. Өзіңіз қалаған түстен әдемілеп осылай тоқып алсаңыз болады. Отбасыңыз мәз-мейрам болып, аяқтары жылыланып, киген сайын сізге ризашылығын айтып, сіз сауаптарын алып, бақытты ғұмыр кешетін боласыздар. Барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Шеберлік сабағында менімен бірге болып, осындай шұлықты тоқығандарыңыз үшін, тоқи беретіндеріңіз үшін алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған гүлім ашым. Жақсы күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар.